Кино теориясы. Эйзенштейннен Тарковскийге дейін. Кино өнерінің белгілі теоретигі әрі оның тарихын зерттеуші Семен Фрейлихтің кино теориясы Эйзенштейннен Тарковскийге дейін атты туындысы қазақ тіліне аударылды. Классикалық кинодан бастап қазіргі заманғы кино теориясы толықтай қамтылған. Кино теориясы туралы жан-жақты зерттеу ұсынылған еңбек. Кітапта бүгінгі адамзаттың рухани әлемде киноның алар орнына баға беріліп, киноның бүгінгі стильдері мен тәсілдеріне, және оның театр, әдебиет, кескіндеме, музыкадан айырмашылығын түсіндіруге ерекше назар аударылған. Театр және кинематография мамандықтарында білім алатын студенттерге осы салаға қызығушылық танытқан ортаға арналған.